Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin ve la gudvana illa ala zalimin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біз бұған дейін осы имам Абу Ханифа рахимахулланың өсиеті, осы өсиетке имам Акмалуддин әл-Бабиртидің берген түсіндірмесін жалғастыратын боламыз. Бұған дейін де соны бастап келгенбіз. Бүгін осы өсиетте имам Абу Ханифа рахимахулла 12 өсиетті келтіреді. Әрбір мұсылманның осы нәрсені білу керектігі жайлы. Егер кім осы 12 өсиетке бекем болса, иншалла ол адасушы болмайды деген болатын. Енді бүгінгі біздің 10-шы өсиет қала имаму Абу Ханифа рахимахулла уәл аширу 10-шы. Мына нәрсені білу керек адам. Нуқиру би анна Аллаха тағала амарал қалама би ан яктуба. Алла тағала қаламға бұйырды жазуды. Фақалал қаламы мәза актубы я раб. Не жазамын мен? Ва раббым деді. Фақал Аллаху тағала, сонда Алла тағала айтты, уктуб ма хуа каинун иля яумал қиямати. Қиямет күнге дейін болатын нәрсені жаз деді. Сондықтан имам Тахауи рахимахулла джаффал қаламу бима хуа каинун иля яумал қиямати. Қияметке дейін болатын нәрсенің бәрі жазылды. Лаухул махфузда. Түсінсіздер ғой? Біздің бүгін осы жерде отыратындығымыз, осының барлығы не істеді? Ол жазылды. Ли қаулихи тағала ва кулли шайин фағалуху фи зубур ва кулли сағирин ва кабирин мустатар. Әрбір үлкенді кішілі нәрсе жазылған. Біздің бойымыздағы барлық нәрсенің, бұл дүниедегі қашан жаңбыр жауатындығы, қашан қар жауатындығы, барлығы не істеген, ол жазылып қойған. Осы имам Абу Ханифаның өсиетіне имам Акмалуддин әл-Бабирти түсіндірме береді. Енді жазылып қойса, бәлкім біреу ойлайды, бізде не шара деген секілді. Бұл нәрсе Алла субхана тағаланың ілімі барлық нәрсені біледі алдын. Бұл әлем жаратылмай тұрғанда Алла өзінің ілімімен 2025-22 күні сағат 19:00-де біздің осы жерде отыратындығымызды Алла білді. Сол білген нәрсесі қағазға түсті. Бұлайша айтқан кезде киноның не істеді? Сценарийі жазылды. И кино сол сценарий бойынша өрбейді. Қазір анау қашат, анау қуат, сосын ан жерде ұсталады деген секілді. Түсінсіздер ме? Сондықтан сол нәрседе осы отырған әр қайсымыздың не істеп, не қоятындығымызды Алла білді, сол біздің не істейтіндігімізді жазды. Түсінсіздер ме? Сондықтан адам баласы өзінің таңдауындағы нәрсені Алланың қалауымен жасап жатыр деген сөз. Түсінсіз ме? Ешкімді Алла еш нәрсеге мәжбүрлеген жоқ. Сен шылым шегесің, сен шарап ішесің, сен кісі өлтіресің, сен ұрлық жасайсың деген жоқ. Олардың сол нәрсені істейтіндігін білді. Сол нәрсе жазылды. Түсінсіз ме? Орта жолдан ол жаңағы бүйтіп оқталып кетіп бара жатқан кезде, орта жолда біреудің жолығып, барма, қайтесің сен деген сабырма, ананың сөзін құлаққа асып, ол сол істен тоқталды да, өмірі басқа тарапқа өзгерген кезде, ол да солай болатындығы жазылғанда жаңағыдай. Түсінсіздер ғой? Сондықтан ол таңдау біз тараптан болғаннан кейін
біз сол ісіміздің барлығына жауап береміз. Сен жазып қойсаң, менде не шара бар дейтін болса, адам, сен соны істейтінді біліп жаздым дейді Алла тағала. Сенің сол кезде біреу ақыл айтатынды, біреуді тоқтау салатындығыңды бәрін білді, бірақ сенің оның ешқайсына құлақ аспайтындығыңды да Алла білді. Сөйтіп сен сол нәрсені істейді, өмірі 180 градусқа өзгеретіндігі де жазылған. Сондықтан адам өзінің қолымен жасағанды көреді дейді Алла Құранда. Менің бұл жерге өз еркіммен келетіндігімді Алла білді, және осы имам Абу Ханифаның кітабынан сабақ беретінді не істеді? Білді Алла тағала. Сөйтті де мен пешенеме жазды. Сол уақыт сағаты келген кезде мен сол кітаптан сіздерге сабақ бердім. Және менің алдымда кімдердің отыратындығын да Алла білген. Көрдіңіздер ме? Міне осындай нәрсе. Сондықтан адам өзінің таңдауын жасады, Алла соны жазды, сол жүзеге асады. Осыны тағдыр дейміз. Ақулу, имам осы Абу Ханифаның өсиетіне имам Бабарти былай деп түсіндірме береді. Ақулу, мен былай деп айтам дейді. Руя ан ибн Аббасин радиаллаху тағала анхума. Ибн Аббастан Алла о кісіге және оның әкесі Аббасқа, ол пайғамбардың көкесі, әкесінің ағасы, сол Аббастың баласы болған, Абдулла деген. Мұқаддис болған. Ол жастай ислам қабылдаған жас жігіт болған о кезінде. Сол кісі айтады. Аннаху қала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ауал мен халақаху Аллаху табарака ва тағала ал-лаухал махфуза. Алла алғаш лаухул махфузды жаратты. Хафизаху бима катаба фихи мимма кана ва мимма якун. Сол лаухқа болатын нәрсенің бәрін сақтады. Егер біз сол лаухқа үңіле алатын бізде доступ болса, мен алдымда не жазылып тұрғанын көр аламды, бірақ оған бізге доступ жоқ. Түсінсен ме? Сондықтан кейде Құранда не дейді? Біз сол жұлдыздарды, сол нәрседен мәліметті ұрлайтындарға ату үшін қылдық дейді. Оны ұмтылғанда жындар, шайтандар онаны білуге әрекет қылған. Онда мен білем, барлықтарыңызды оқиын. 10 жылдан кейін Мұстафа Қажекеңде не болады, қай жерде, қандай жағдайда, неше жаста өледі, бәрі жазылып тұр. Уәлә яғламу ма фихи илля Аллаху тағала. Осы естен шығармаңыздар. Лаухул махфуздағы нәрсені Алладан басқа ешкім білмейді. Біреу біздің келешегіміз жайлы бір нәрсе айтатын болса, ол сөзсіз қате. Уахуа мин дурратин байда қауаимуху яқутани хамрауан. Енді жаңағы лаухул махфуз дейді, маржан тастан жасалған, ақ жақуттан жасалған дейді. Оның жаңағы яқут, қызыл яқуттан, жақуттан болған дейді тіреулері. Уахуа фи изамин ла юсаф. Ол сондай бір үлкен, оны ешкім мынадай деп сипаттамайды. Халақахуллах субхана ва тағала қалама мин жауһарин. Және Алла тағала қаламды жаратты жауһардан. Тулуху 500 амин дейді. Енді әлгі қаламның ұзындығы 50.000 жыл дейді. Мәшқуқун әс-синни янбуғу ан-нуру минху кәмә янбуғу мин ақлама әхлү-дүн әл-мидаду. Енді ол жаңағы қаламды дейді, сондай Алла тағала оны үлкен ұзын қылды дейді. Оның жана кәдімгі дүниенің қаламының сиясы ағып тұрған секілді,
сол қаламның сиясы ағып тұр дейді. Сол қалам не істеді? Жаз нун уәл қалами уәма ястурун. Алла тағала қалам сүресінде ант ішті. Нун деді. Уәл қалами, қаламға серттеді. Және сол қаламның нәрсеті. Сол қалам анау әлем басталған, әлем басталмай тұрып, әлем бітетінге дейінгі арақ түгел жазған. Кімдердің басшы болдың, кімдерде қандай жағды болды, түгел жазылған. Қала Абул Хасан сүмма нудия бил қаламы әниктуб. Кейін қаламға бұйрық берілді, жаз деді. Фаттараба мин хаулун нида. Ол қаламда қобалжу болды дейді бұйрықтан. Хатта сара лаху тәржиғын фит тәсбихи ка саут рағдил қасифи. Кейін қобалжып тұрған уақытта оған қайта жаңағаны бір қатты бір күркіреудің дауысы секілді бұйрық келді дейді. Яғни бұйрық қайталанды дейді. Сумма жара фил лаухи бима аджраху Аллаху таала фима хуа каинун ва ма якуну иля яумил қиямати. Сол сәтте қалам Алланың әмірімен қияметке дейінгі болатын нәрсенің бәрін жаза жөнелді дейді. Фамталал лауху ва джаффал қалам. Лаух толды, қалам кепті дейді. Енді оған ештеңе жазылмайды. Түгел дүниедегі нәрсе жазылып қойған. Ең соңғы дүниеден адам өтеді, сүр үрленеді, дүние астан кестен болады, қайта тірілгенге дейінгі нәрсенің барлығы не істеді? Лаухта жазды. Одан қайта тірілу басталады, мақшар болады, мақшарда кім қандай жағдайда болады, кімнен есеп алынады, кімнен есеп алмайды, кім бірден жәннатқа кіреді, кім тозаққа кіреді, тозаққа кірсе қай уақытта тозақтан шығады, соның барлығы жазылды. Ең соңғы тозақтан адам шығады, жәннаттың есігі жабылады, тозақтың есігі жабылады, тозақта мәңгі азап, жәннатта мәңгі рақат болды. Соның бәрі жазылды. Кім қанша кіретіні? Джаффал қалам. Қияметке дейінгі болатын нәрсе. Уасағида мән сағида, уашақия мән шақия. Бақытты болған бақытты болды, бақытсыз болған бақытсыз болды. Өйткені бәріне бірдей мүмкіндік берілді. Кім болсын? Уалағалла хаза мағна қаулуху тағала. Енді осы біздің жоғарыда айтып өткен нәрсеміз, имам Акмалуддин әл-Бабирти айтады, бұл Алла тағаланың мына сөзінен шығуы мүмкін дейді. Ва куллу сағирин ва кабирин мустатар. Әрбір кіші үлкенді кішілі нәрсенің барлығы жазылған. Ахбар Аллаху тағала әнна жамиғи ма фағалахул умаму кана мактубан алейх. Сондықтан бізге дейінгі, бізден кейінгі барлығы сол жерде жазылған нәрседей болып жатыр. Ана жерде сценарий жазылып тұр ғой, сол нәрсемен болып жатыр. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ أي مكتوب عليهم في لوح المحفوظ. لوح المحفوظ да сазылған. وَكُلُّ صغير من الخلق والأعمال. жаратудан болсын, іс-әрекет болсын, бәрі жазылған. مستتر مكتوب على فاعله قبل أن يفعل. Сондықтан істеушісінің істемей тұрып, мысалы менің бұл жерде сабақ бермей тұрып, сабақ беретіндігім жазылып қойылған. Міне осы нәрсені біз не дейміз? Лаухул тағдырда жазылған деп айтамыз. Сондықтан бізге иманның бір шарты тағдырға иман келтіру не істеген? Бұйырылған. Ән ту'мина бил қадар хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тағала. Сен тағдырға сену керексің, тағдырдың жақсылығы, жамандығы Алладан деп не істеуімізге қабылдау керекпіз. Осылай имам Абу Ханифа рахимахулла өзінің 10-шы өсиетін тамамдайды. Құдай қаласа алдымызда 2 өсиет бар. Құдай қаласа 2 сабақпен біз бұны да Алла нәсіп етсе тамамдайтын боламыз иншалла. Одан кейін Құдай қаласа тағы да осы ақидаға байланысты кітаптарды жалғастыратын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма тақаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна я мавлана иннака антат таввабур рахим. Аллахумма ваффиқна иля ма тухиббу ва тарда. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла разы болсын. Алла бәрімізге разы болсын.